Біздің ғаламшарымыз толығымен ашық деп ойлайсыз ба? Сіз қателесесіз. Біздің жерімізде құпияға толы мекенділер көп. Ол аймақтарға жай адамдар кіре алмайды. Сәлем достар, қазір мен сендерге әлемдегі ең жабық әрі тыйым жерлерді көрсетемін. Сентинель аралы. Бұл аралға сапар аса қауіпті. Бенгаль шығанағыдағы Сентинель аралында өте ерекше әрі жабайы тайпа мекендейді. Сентинель аралына аяқ жетпеудің ең басты себебі аса агрессивті тұрғындарында. Сентинель тұрғындарымен қандай да болмасын қарым-қатынас орнату әрекеті үнемі тас лақтырумен, найза атумен аяқталады. Осы аралда тұратын адамдардың келбеті қандай екенін ешкім білмейді. Сентинель аралына аяқ басқандардың көбі қайтып оралмаған. Мысалы, 2006 жылы екі балықшы адасып кетіп сол Сентинель аралына тап болған. Екеуін де өлтіріп тастаған. Балықшылардың денесін алып кетуге келген тікұшақ тіпті жерге де қоналмаған. Өйткені аралдың тұрғындары тікұшақты шабуылдаған. Сентинельдік халық сыртқы әлеммен қарым-қатынастан қашады. Кейбір пікір бойынша бұл халық тас дәуірінен бері бар, шамамен 60 мың жыл бұрын пайда болған. Сол пікірдің пайдасына сентинельдердің өмір сүру әдеті айтып тұр. Олардың өмір сүру стилі тас дәуіріндегідей. Алайда бұл пікір жай ғана пікір. Келесі тағы да бір арал. Жай адамдар бара алмайтын жер. Бұл Нихау деген арал. Бұл арал Гавайи аралдарының бірінде орналасқан. Ең қызығы, бұл аралға тек қана сол аралдың тұрғындары бара алады. Бөтен адам аралға тек қана жеке шақырумен кіре алады. Адамдардың айтуы бойынша аралда еш дүкен, машина, жолдар, электр қуат та жоқ. Нихау Робертсон деген әулетіне жатады. Аралдың тұрғындары барлығы Робертсон деген отбасыға қызмет етеді. Бұл аралға кішкене болса да жақындайтын арнайы турлар бар. Бірақ кеме небары су жағалауының қасынан жүзіп өтіп шығады да болды. Немесе тікұшақпен аралдың қасынан ұшуға да болады. Бүткіл әлемде ешбір адамда Нихау аралының тұрғындарына баратын құқығы жоқ. Жерасты лаборатория Дульса. Осы жұмбаққа толы лаборатория туралы мәлімет өте аз. Ол ақштағы Нью-Мексико деген штаттың даласында орналасқан. Қарапайым ақштың арнайы қызмет атқаратын органының құпия базасы сияқты. Бір мәліметтер бойынша даланың астында нағыз жер асты қала бар. Сол жер асты қаланың астыңғы қабаттарында басқа планеталық пришелестерінің базасы бар деген дерек бар. Осы базаның айналасында әрдайым құпияны ашу мақсатында көптеген уфологтар жүреді. Олар аспанда жиі бір түрлі сәулелер мен жылтырларды көреді. Осы базаның ақылға қонбайтыны аяқ астынан бітіп қалатын жаңадан салынған жолдар, бір түрлі түсініксіз құрылыстар, толған тормен қоршауға алынған бос аймақтар. Осы базаны зерттеген тәуелсіз ғылымдардың айтуы бойынша даланың астында 7 қабаттан тұратын қала бар дейді. Көптеген нышан бойынша бұл ерекше әскери лабораториялық база. Бір Томас Кастелло деген адам осы базада қауіпсіздік қызметінің офицері болып жұмыс істедім деп жариялаған. Оның айтуы бойынша жердің астында үлкен 7 қабаттан тұратын база бар деді. Және ең соңғы 7-ші қабат ақштың әскерлері мен басқа ғаламның пришелестерімен қарым-қатынас үшін жасалған деді. Тағы да бір Фил Шнайдер деген адам Кастеллоның сөздерін қолдады. 1995 жылы ол ғаламторда лекция жүргізген. Бұл лекцияда ол зерттелген мәліметтерді ашып айтқан. Лекциядан кейін Фил Шнайдер өз үйінде өліп жатқан күйінде табылған. Оны қыңқылдырып өлтірген. Дульса базасы карталар мен қағаздарда жоқ. Мәскеудің астында аңызға айналған метро 2 деген желі бар. Ресейдің үкіметі метро 2-ні үнемі жоққа шығарып жүріп еді. Алайда ақштың қорғаныс министрлігінің есептемесі бойынша және Ресейдің ресми тұлғалардың сараңы бойынша метро 2 деген желі негізінде де бар. Метро 2 өте жабық желі. Ол Сталиннің билігі кезі құрылған. Ол 210 метр тереңдікте өтеді. Қарапайым метродан да терең жерде. Кейбір мәліметтер бойынша метро 2 бірнеше стратегиялық нысанды орындарды біріктіреді. Солардың қатарында Кремль, Генштаб академиясы және Внуково әуежайы. Бұл бункерлік желі тек қана көлік қызметімен шектелмейді. Керек болса метро 2 ішінде өмір сүруге болады. Ядер шабуылы болса, сол метро 2 желісінде 15 мыңға жуық адам 30 жыл бойы тығылып тұра алады. Метро 2-ге кіруге қатаң түрде тыйым салынған, оған ешкім кіре алмайды да.
Әлемдегі қарапайым адамдардан ең жабық жер Богем шоқы. Клуб солтүстік Калифорниядағы тауларды далалардың арасында орналасқан. Богем шоқындағы клубта әлемдегі барлық элиталар жиналып қалған. 1989 жылдан бастап жыл сайын шілде айында осы жерге әлемдегі ең ықпалды адамдар келіп 2 жұма бойы демалады. Осы әйгілі фотода ақш-тың 2 президенті суреттелді: Рональд Рейган мен Ричард Никсон. Богем клубының қонақтарының тізімін құпия қылады, ал Богем клубының танымал тұлғалары клуб туралы ештеңені де айтпайды. Осы клубта әлемнің тағдырын шешетіндей шешімдер қабылданады. Егер сіз шешімдер бейбітшілікті орнатады деп ойласаңыз, сіз қателесесіз. Клубтың рәмізі цементтен жасалған 40 фунттық жапалақ. Богем шоқының жүрегінде 1929 жылдан бері орналасқан. Алғаш рет осы жерге бөтен адам ретінде Алекс Джонсон деген адам кіріп өтті. Ол пленкалық видеоға түсіріп алғаны осы. Оның айтуы бойынша, ол жанып жатқан металды крестерді көрдім дейді. Тасты мүйізі бар жапалақтан айқай шығып жатты. Сол салтта әлемге әйгілі банкирлер, бай адамдар, президенттер және тағы да басқа ықпалды адамдар қатысқан дейді. Клуб қарулы әскерлермен мұқият қорғалады. Алекс Джонсоннан кейін бұл жерге бөтен адамның аяғы баспаған. Басса да қайтып оралмаған.